Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздермен бүгін Қазақстан тарих пәні бойынша мәтін мен жұмысты саралауды ұйымдастыру тәжірибеммен бөлісемін. Саралаудың қолданылатын бірнеше түрлері бар. Күнделікті жұмыс барысында біз саралаудың айқын саралау түрін және жасырын саралау түрлерін қолданамыз. Айқын саралауда жеке жұмыс үшін күрделілігі әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар береміз. Яғни оқушыға жеке тапсырма береміз. Тапсырмалардың күрделілігі әртүрлі болып келеді. Сондай-ақ мықты оқушыларға арналған күрделенген тапсырма әзірлеу. Бұл жерде оқушының қабылдау деңгейіне байланысты. Сондай-ақ әр деңгейде карточкалар тарату арқылы, әр оқушыға жеке көзқарас арқылы, сондай-ақ сабаққа қосымша озық материалдарды дайындап беру арқылы біз айқын саралаудың түрлерін көрсете аламыз. Ал жасырын саралау қандай жағдайда жүреді? Бұл жерде тәжірибеде мысалы екі оқытушы бір сыныпта жұмыс жасап жатса, әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар дайындайды. Сондай-ақ шешім үлгілерін пайдалана отырып теориялық анықтамалар мен көмекші сұрақтар мен тапсырмаларды орындау. Ол қалай? Оқушыға мүмкін болатын жауаптың үлгілерін береміз. Немесе соған ұқсас тапсырмаларды, жауаптарды бере отырып, соның ішінен олар дұрыс таңдау жасай білгендеріне жасай білсе, ол да жасырын саралау болып келеді. Сондай-ақ мәтінмен, кестемен, картамен жұмыс жасатуда да саралаудың жасырын түрі ұйымдастырылады. Бүгінгі сабақта мен бір мысал ретінде сіздерге өзімнің тәжірибемді көрсетемін. Бұл жерде 10 сыныпта 4 тоқсанда жаһандану жағдайындағы қазақстандық білім мен ғылымның даму тенденциялары қандай деген тақырып алынды. Үлкен оқу мақсаты бір оқу мақсаты қарастырылған. Білім мен ғылымға қатысты саясатқа баға беру. Яғни Қазақстанның, қазіргі замандағы Қазақстанның білім мен ғылымға қатысты саясаты қалай жүзеге асырылып жатыр. Оқушылардан талап етілетін ойлау дағдысы, жоғары ойлау дағдысы, яғни баға беру. Осыған қатысты тапсырмаларға дескрипторлар құрастырылды. Тапсырма бермес бұрын алдын ала мәтіндер дайындалды. Атап айтқанда, болашақ бағдарламасы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасы туралы, Назарбаев зияткерлік мектептері туралы, Қазақстандағы баллон жүйесі бойынша тапсырмалы мәтіндер дайындалып алынды. Дескрипторда осы аталған мәтіндер бойынша процестің артықшылықтарын анықтап талдау керек. Сондай-ақ болашақ бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру дамыту бағдарламасы бойынша Назарбаев зияткерлік мектептері Қазақстандағы баллон процесі бойынша қиыншылықтарды да оқушылар тауып талдау керек. Ол үшін алдын ала дайындалған мәтіндер Teams платформасына жүктелді. Сабақ алдын ала жоспарланды. Берілген мәтіндерді оқуға, танысуға оқушыларға арнайы уақыт бөлінеді. Оқушылар толық сынып болғандықтан 4 топқа бөлінді. Әр топқа бөлінген оқушылардың өзін олардың ойлау қабілеттеріне байланысты топтастырдым. Мысалы, бірінші топқа Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасы берілді. Бұл жерде топта 5 оқушы бағдарламаның қысқартылған мәтінін белгіленген жерге дейін өздерінен тиісті бөлігін оқиды. Кесте толтырылмай беріледі. Оқушылар бағдарламамен танысып шыққаннан кейін бірден онлайн режимде осы кестені толтырады. Кесте Teams платформасында берілгендіктен, міне алдарыңызда келесі слайдта ол көрсетіліп тұр. Алдын ала жоспарланған тақырып бойынша тапсырма беріліп қойылады. Жаһанданудағы ғылым мен білім. Осы тапсырманы оқушылар браузерде ашады. Браузерде ашып отырған уақытта мұғалім қай оқушы тапсырманы орындап жатыр, қай дәрежеде орындап жатыр, қаншалықты дұрыс орындап жатқандығын бірден бақылап көріп отырады. 20 оқушының барлығы көз алдыңызда жұмыс жасалып жатады. Ол көріліп тұрады. Сондай-ақ екінші топта мысалы мен болашақ бағдарламасын бердім. Болашақ бағдарламасы туралы да мәтінді өзім берген мәтіннен басқа балаларға тағы да қосымша интернет жүйесінен
қажетті ақпараттарды қарастыруына, өздерінің өз беттерінше таныстыруларына мүмкіндік бердім. Сондықтан бірінші топ, екінші топ, үшінші топ барлығы бір мезгілде браузерде тапсырманы орындай бастайды. Бұл жерде саралау қайдан көрінеді? Саралау топтастыруда, тапсырмалардың әртүрлілігінде және тапсырмалардың деңгейіне, күрделілігіне байланысты. Мысалы, бұл жерде баллон жүйесіне қатысты қазіргі жоғарғы оқу орындарында қандай қиыншылықтар мен артықшылықтар болып жатыр деген арнайы мәтін бағдарлама жоқ. Сондықтан бірнеше ақпарат көздерінен, YouTube каналынан болсын, мақалалардан болсын, тіпті орыс тілінде, ағылшын тіліндегі ақпараттарды қарауға оқушыларға рұқсат берілді. Сол арқылы олар ол тапсырманы да өз мәресінде орындай алды. Сонда әрине біріншіден оқушылардың өз бетінше ізденіп ақпараттарды жинақтап жүйелей алуларына көмектеседі. Екіншіден оқушылардың жоғарғы ойлау деңгейлерін дамытуға көмектеседі. Сондай-ақ оқушылардың өздері бағалай алуға да осындай саралаудың түрі үлкен көмек көрсетеді. Топтар өзін-өзі бағалайды, одан кейін мұғалімнің көмегімен тапсырмалар қорытындыланады. Қорытындыланып бағаланады. Сондықтан Teams платформасында кесте түрінде алдын ала таратылған мәтіндерді оқи отырып тапсырмаларды орындау оқушылардың оқу мақсатына жетуіне үлкен септігін тигізеді.